Сәлем балалар, қазақ тілі пәнінен 5-6 сабақ, тарихи тұлға өмірі. Каналымызды жоғалтып алмау үшін тіркеліп видеоға лайк басып қойды ұмытпаймыз. Бұл каналда сендерге пайдалы болған барлық сабақтың жауаптары шығып отырады. Тапсырмаларға мұқиятқа қараймыз. Бізде 3-ші тапсырмадан бастаймыз. Сөйлемдерді жазып, табу сөздердің астын сыз. Бізде яғни табу сөздері телғара, тентек жанау, тәте шырақ. Енді сөйлемдерді оқып аламыз. Дәл осы кезде есіктен шығып жатқан қонақтары қарсы жүріп, сығылыса кірген Қалиқа абайға жақындап кеп: "Телғара, қалқам, сені апаң шақырады", деді. "Тентек жанау, мені тастап бара жатсың ба?" деп Зайкүл де тұра жөнелді. "Смағұл әкемнің інісі, мұрт шыға бастағанына азғана жыл. Мен бұл кісіні тәте деймін. Шешем қазақ әйелдерінің салты бойынша атын атамайды, тергеп шырақ дейді." Бұл жерде бізде табу сөздеріміз тәте, шырақ, телғара, тентек, жанау деген сөздер. Енді 4-ші тапсырмаға қарайтын болсақ, тарихи тұлғалардың өмірбаяны мен еңбектері туралы диалог құрыңдар, екпін түрлеріне мән беріңдер. Тарихи тұлғаларға кімдерді жатқызар едің? Абай Құнанбаев, Мұхтар Әуезов, Абылай хан, Ахмет Байтұрсынов және тағы басқалары. Олардың өмірі туралы қандай қызықты ақпараттар білесің? Абай Құнанбаев өзі түскен суреттен тек екеу ғана сақталған екен. Мұхтар Әуезов Абай жолы романын жазу үшін көп жылдар еңбектенген. Абылай хан ашаршылық кезінде аман қалып түйе баққан. Қандай еңбектерін білесің? Абай ақынның өлеңдер 45 қара сөз, 3 поэма қалған. Мұхтар Әуезовтың ең тырнақалды туындысы Абай жолы романы эпопеясы, шағын әңгімелері. Ахмет Байтұрсынов қазақ әліпбиінің негізін қалап беріп кетті. 5-ші тапсырма. Мәтінді оқып ат қойып өзара сұхбат құрыңдар. Үй ішінде әкесі Қанышты өзінше баулыда. Жасы 10-ға толған баласын есі кірген адамға жорыды. Бұған баланың зеректігі мен ұғымталдығы да себеп болды. Сабағын әзірлеп бітіргеннен кейін әкесі Қанышты қасына отырғызып алады да қисса дастандар оқытады. Өзі тапжылмаған қалпы бас шұлғи таңдайды. Бұдан басқа ұлы бабасы Бұхар жыраудың өзі жазып алып, қастерлей сақтап жүрген жыр толғауларында жатқа айтқызады. Осылайша Қаныштың көкейінде талай дастандардың сарыны сақталып қалды. Әсіресе әкесі үзбей оқытатын едіге жырының оқиғасы жадында өшпестей жатталды. Саналы бидің үзбей жыр дастан айтқызуының мәнісі баласының ана тіл меңгеруіне себін тигізудің тәсілі еді. Әке мұраты біртіндеп жүзеге асып та жатты. Қаныш туған халқының салт дәстүріне, сөз өнеріне, мәдени мұраларына қаныға берді. Сүйіспеншілігі тасқындады. Әсіресе жаяу Мұса атасының әуендеріне және сол кісінің ықпалымен халық әуендеріне әуестігі артты. Әндердің ырғақ үйірімен бұзбай, бұйраламай айтудың тәсілін үйренді. Қариялар сөзіне құлақ түре жүріп, қазақтың таралым шежіресінен де көп жайларды білді. Бұл жерде бізде мәтінге тақырыптар нұсқалар қойды. Мен оң жақтағы Қаныш Сәтбаевтың балалық шағы, әке тәрбиесі, туған дала құдіреті деген бірнеше тақырыптар. Өздерің қайсы ыңғайлы сол тақырыпты таңдап алуларыңа болады. 6-ші тапсырмаға қарайтын болсақ, берілген мәтінді пайдаланып, Қаныш Сәтбаев туралы өмірбаяндық мәтін құрап жаз. Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, шын есімі Ғабдулғани, 12 сәуір 1999 жылы Баянауыл ауданы Павлодар облысында туған. Ол геолог, ғылым, минералогия ғылымдарының докторы, профессор, академик. Сауатын ауыл молдасынан ашқан болашақ ғалым кейін Шорман ауылында орналасқан мектепке қатынай бастайды. 4 жылдық бағдарламаны 3 жылда аяқтайды. 1911 жылдан бастап Павлодардағы 2-ші сыныпты орыс қазақ училищесінде аттанады. Аталған білім ордасын мерзімнен 1 жыл бұрын бітіріп шығады. Қазақ КСР ғылым академиясын ұйымдастырушы және оның тұңғыш президенті, Қазақ КСР академиясының академигі, Кеңес одағының және Қазақстан металлургия мектебінің негізін қалаушы, қазақтың шыққан тұңғыш академик. Осы ақпараттарды жазып аламыз. Егер де тағы да ақпараттар қосам десеңдер, өздерің ізденіп жазуларыңа болады. Енді біз 9-ші тапсырмаға қараймыз. Төмендегі деректерді пайдаланып, мемлекет қайраткері туралы интервью дайындаңдар. Диалог барысында екпіннің түрлеріне назар аударыңдар.
яғни біз бұл жерде мәтінді толық оқып аламыз, және бұл жерде біз мысалы интервью алатын етіп сұрақтар құрастырсақ, Мұстафа Шоқай кім, қандай білім алған, Алашорда құрамында қашан сайланады, қандай газеттің негізін қалады, және қайраткерге қандай құрмет көрсетілген деген бірнеше сұрақтарымызды құрастырып алсақ болады. 10-шы тапсырма қараймыз. Табу сөздерді қатыстырып мәтін жаз. Ұлпан жеңгесі қымыз әкеліп, Еркітай қымыз ішіп ал деді. Еркежан дастархан басына келіп, рахмет, шөлдеп тұр едім, жақсы болды ғой. Қалқамдар қашан келеді екен? Кешке қарай келіп қалар. Жақсы. Әйтпесе ұлымадан қатты қорқамын деп. Осы жерде сабағымызды аяқтаймыз, балалар. Каналға тіркеліп видеоға лайк басып, достарымызға жіберіп қойды ұмытпаймыз. Сабақ сендерге пайдалы деген ойдамын. Барлығыңа сабақтарында сәттілік тілеп қаламын.